болар еді. Оның ауылы алыс па, жақын ба? Ал енді бізге келетін болсақ, біздің отношениямызда негізі барлығы жақсы, стабильно болып жатыр. Енді мен қадамдарымды енді жасап жатырмын, өйткені қызға енді ғана сенімді болып бастап, өзімнің ойымдағы барлығын шештім. Енді бірақ та ол Мерей ол затты құптамайды негізі. Ондай заттарды, пранктарды, жалпы солай сөз салғанды болмаса да, жалпы басқа заттарды пранк ретінде жасағандарды құптамайды. Яғни сен көбіне енді Мерейдің талғамына, Мерейдің ығына қарай жығылып жүрсің бе деген бір сұрақ туындап қалады көрерменнің тарапынан. Ығына жығылып жүрсің бе дегенде, өйткені бізде былай ғой, бізде отношение екі адамнан тұрады, екі адамның ойы саналу керек. Бұл жерде Мерейдің ғана ойы саналып, бұл жерде Мерей қыз баласы болған соң, мен ер бала болып та оның көңіліне қарау керек. Мен оның жаңағы жасын аққан может мен қаламайтын жарым, жаңағындай пікірлердің қатты пікірі айтылғанын қаламайтын жарым мен ол пранкпен. Оның көңіліне тиіп қалатын шығар. Ертеңгі біздің может даже арты жылы болғанмен де может сол кішкене суықтық қалып қалары, может жаңағы пікірлерді қатты пікір айтып жүрген кезде может кішкене көңіліне алып қалар қыз баласы болған соң. Бірақ қалай ойлайсың, дәл осындай кездерде керісінше, қарым-қатынаста жүрген адамдардың бір-біріне деген шынайы ниеті бір байқалып қалады деген бір ой жоқ па? Міне, осы жерде Гүлбайранға байқалды. Диханның тексергені де, жаңа Гүлбайранның айтқаны да, ұнатам, мен сөйлесемін деді. Үміткер қабылдауға дайынсыз ба? Сол жерде Гүлбайра тұрып, жоқ, жігіт бір қолын сілтеп кетіп қалды. Мен бұл жерде мен де қолым сілтеймін, маған еркекке керек емес нәрсе, маған да керек емес десе, от сол кезде уже Дихан басқаша болар еді. Бірақ та ол жерде Гүлбайра өзінің ойын да до конца тұрып, сол жерде айтты, что мен Диханмен сөйлесемін деді. Диханның үміті де ақталды бұл жерде. Екеуінің вот сана биігінде жолығып тұрды міне екі адам. Екеуі де бір-бірін тексеріп алған сияқты. Онда неге дәл сондай бір тексеріске сен за демейсің? Ондай тексеріске за сенімсіз деп айнап айтам. Просто бұл жерде жақсы, онда құрметті көрермен, келесі жарнамада кездескенше рахмет, көп сау болыңыздар. Біз қатысушылармен бірге бургер жеуге келдік. Қазір топ бургер деген хит болып жатыр екен. Соған келдік. Реклама енді Еркебұлан тоқтаса реклама. Мына жақта Шерхан бар, Бағдаулет бар, Шырай, Бекеш и мен бар. Қалайсыз? Не деген стиль? Жүріңізші, жүріп көрейік. Не деген стиль мұна енді? Кеше дүкен аралауға кеттім дегенде осы көйлекті алдыңыз ба? Жоқ, бұл көйлекті менің қолдаушыларым болды. Аяқ киім алдым. Мынандай аяқ киім алдым. Санашан қайда? Санашан білмеймін. Енді бәрі дұрыс па, достасыңыздар ма? Достасқандай болдық қой, вроде. Кигеннен кейін көреміз, бүгін тем более ортада екенбіз. Жігіт айтады екен, бәрін көретін боламыз. Демалыс қалай өтті? Демалысын ұйықтадым мен. Үйден шыққанда ұйықтадым. Суббота күні сағат 3-ге шейін ұйықтап, үйді жинап сөйттім да. Кешеде сағат 3-ге шейін ұйықтап, одан кейін магазин аралап. Дүкен аралап шоколадны таптыңыз ба? Достар, не болып жатыр, шоколад жоқ деп. Вообще магазиндерде паста қалмаған ғой. Вообще йогурт қалмаған, шоколад паста қалмаған. Әрең дегенде таптым, иә. Сонымен жеп ұйықтадыңыз. Күшті болып тұрсыз. Всем привет, қолдарыңыз қалай? Қараңыздаршы, менде бүгін әдемі осындай балапанчик ретіндегі әдемі көйлек. Бұл көйлектің маған өзімнің қолдаушыларым жіберді. Қолдаушыларыма көп рахмет. Бүгін біз ортадамыз. Ортаға осындай әдемі болып шығамын.